Егер мен саған дәл қазіргі уақытта клиенттеріңді жоғалтып жатсың десем, сенер ме едің? Көптеген кәсіпкерлер бізге сенің сайтың керек емес, бізге Instagram жеткілікті дейді. Бірақ шындық мүлдем басқа. Бізде Instagram ол сенің жеке дүкенің деген сияқты. Ал сенің Instagram'ың, яғни Instagram'нан бөлек сен сайт жасасаң, ол сенің үйің. Демек сенде дүкенде болады және үйіңде болады. Ал алгоритм өзгерсе ше, парақшаң жоғалса ше, сенің Instagram кетеді, бизнесің кетеді. Яғни сенде клиенттер азаяды. Күрт өзгеріп кетеді. Яғни аналитикаң күрт төмендейді. Ал сенде сайтың болса, сол сені тұрақты түрде клиенттеріңді тартып тұрады. Егер алдымен бір мысал елестетші, сен жаңа телефон сатып алдың, алдынан екі дүкен шықты. Біріншісінде тек Instagram парақшасы бар, ал екіншісінде кәсіби сайт, өнім, каталогы, пікірлер, төлем жүйесі барлығы бар. Сен қайсысына көбірек таңдар едің? Көпшіліктің жауабы бірдей болады. Өйткені сайт компанияны үлкен әрі сенімді етіп көрсетеді. Сол үшін мен көп сайттарды дүкендерге жасаңыздар деп ұсынамын. Бірақ сенім ғана емес, сайттың бірнеше артықшылығы бар. Бірінші, ол Google іздеу жүйесі, яғни адамдар пицца деп іздейтін болса, сіздің парақшаңыз шығады, пицца сататын дүкеніңіз. Сол пицца сататын дүкеніңізді тапқаннан кейін сізге клиент келе бастайды. Күн сайын миллиондаған адамдар Instagramға емес, Googleға жазады. Алматыдағы жиһаз, ең жақсы стоматология, спорт киімі, егер сенің сайтың болмаса, Google сені көрсете алмайды. Демек сен сол клиенттердің барлығын бәсекелестігіне беріп отырсың. Екінші, сайт тәулігіне 24 сағат жұмыс істейді. Сенің менеджерлерің 24-те 7 болса, немесе 24-те 4 болатын болса, сенің сайтың 24-те 24 жұмыс жасайды. Түнгі уақытта 3-те демалыс күні мереке кезінде сен ұйықтап жатсаң да жұмыс істейді. Үшінші, бізде барлық ақпарат бір жерде тұрады. Баға, қызмет, каталог, пікірлер, жеткізу, байланыс, және даже сізде ресторан болса, меню да тұра алады. Яғни сізде магазин болса да корзинаға салып, барлық продуктілеріңізді солай тапсырыс жасай алады. Клиент ешкімге жазбай-ақ өзі жауап сол жерден таба алады. Бұл барлығының уақытын үнемдейді. Менеджердің және сіз Instagramға салатын болсаңыз, ол атпайды, себебі адамдар Instagramды көп түсінбейді сайттан қарағанда. Төртінші, бізде автоматтандыру, яғни онлайн өтінім, онлайн бронь, онлайн төлем. Сол арқылы сіз ұйықтап жатсаңыз да, сізде продажалар бола береді. Барлығы автоматты түрде жұмыс істейді. Енді ойланып көріңіз, егер сенің бизнесің күн сайын Google'да жаңа клиенттер келсе, егер клиенттер өздері тапсырыс берсе, егер менеджерлер 100 хабарламаға жауап беруінің қажеті болмаса, сіздің бизнесіңіз бірден масштабқа өседі. Онда бизнестің қашықтан тез өсер еді. Міне, сондықтан әлемдегі үлкен брендтердің бәрінде жеке сайт бар. Nike, Apple, Samsung, Kaspi. Олар әлеуметтік желіге сенбейді. Өйткені әлеуметтік желі аудиторияны жинайтын құрал ғана. Сайт сол аудиторияны клиентке айналдыратын құрал. Егер сен бүгін сайт жасасаң, ол тек шығын емес, ол болашаққа салған инвестицияң. Егер сен кәсіпкер болсаң, өз бизнесіңіздің мына сұрақты қой. Егер жауабың жоқ болатын болса, былай істе. Менің клиентім мені Google'дан таба ала ма? Егер жауап жоқ болатын болса, бұл дамытуға болған үлкен өзгеріс болайын деп тұр. Себебі, егер сен веб әзірлеуші болсаң, сайт емес, бизнес мәселесін шешуге кіріс. Себебі клиенттер көбірек сатылым қалайды, көбірек сенім, көбірек клиент қалайды. Сол үшін сізде егер видео пайдалы болатын болса, лайк басып пікір қалдыр. Себебі веб-дизайн, маркетинг пен IT туралы осындай талдауларды жіберіп алмау үшін арнаға жазыл. Келесі видео брендтерге жоғары чекпен сайтты қалай сатуға болатынын талқылаймыз.